Теледидар көріп жатып, көзім ілініп кетіпті. Әлдебір әйелдің жылағанынан оянып кеттім. Шошып қалдым. Бірақ дауыс менің әйелімнің даусына ұқсамайды. Ас үй жақтан шыққан дыбысқа құлақ тігіп жатып қалдым. Байқаймын, жылап отырған көрші үйдегі Айша деген келіншек. Әйелім болса, оған басу айтып, әлек болып отыр. Күйеуім қауқарсыз. Амалсыздан көзіне шөп салайын деп жатырмын. Қайтейін енді, жасы 60-қа келген еркек болса бір сәрі. 40-қа да әлі толған жоқ. Осы бастан төсекте қауқарсыз. Ертең 50-ге, 60-қа келгенде жағдайымыз не болады? Мына түрімізбен ұзақ бірге тұра алмаймыз-ау. Осыны айтқан Айша солқ-солқ етіп жылап алды. Дәріханада еркектің қуатын қалпына келтіретін дәрілер көп емес пе? Соны неге жатарда пайдаланбайсыңдар? Оны айтқан менің әйелім еді. Оны да айттым, бағасын біліп келді. Бағасы удай. Оны ішкенше, ішкенім жақсы деді. Сенің ақ көтің қышып жүреді екен деп өзімді соққыға жықты. Содан кейін қойғанмын айтуды. Міне, неше ай болды, төсек қатынасы арамызда болған жоқ. Жасым болса 30-ға енді толды. Нағыз төсекте рахат алып, қызара бөртіп жүретін кезім ғой. Ал мен болсам, оның құшағына зар болып жүрмін. Ана көрші үйдегі қара күйелеш қатын ботаға қатты қызығамын. Қашан сөйлессең де есінеп, ұйқым қанбай жүр. Түнімен күйеуім маза бермейді. 30-ға толмай 5 бала туып тастадым. Елден ұят болды. Қойшы, ұйқы берші десем, шыдай алмай барамын деп үстіме асыла береді деп күйеуін мақтай береді. Оның күйеуі менің күйеуім Жомарттың жасы бірдей. Ал менің күйеуім әупіремдеп жүріп бір баланы әрең туғызды. Сонымен тоқтады. Жарайды, бала керек жоқ дейік. Бірақ түнде еркектік парызын атқару керек қой. Ол болса, менің көзімді ала бере интернет ақтарып, порно көріп, сондағы сұлу қатындарға қызығып, тамсанып отырады. Не істерімді білмеймін, әбден басым қатты, шаршап кеттім, деп Айша біраз жылады. Олардың ас үйде айтқандарын тыңдағым келмесе де, естімеймін десем де құлағым бар демекші. Екі әйелдің әңгімесіз амалсыз тыңдауға тура келді маған. Жомартты жақсы танимын. Көршім, сыйласып жүрген азамат. Өткенде бір рет ауылда темекі тартып тұрғанымызда, аға, төсекте мықты болу үшін не істеу керек деп сұрап қалғаны бар. Ол кезде оның көзінше онша мән бермей, бұғының қанын іш, қатыныңды қуалап жүресің деп күле салғанмын. Демек, сол кезде Жомарттың белі жұмыс істемейтін болып шыққан ғой. Дәрігерге неге қаралмайды ол деп әйелім сұрап жатыр. Ұят қой, қалай барамын дейді күйеуім, деді Айша. Ұялатын несі бар? Қазір дәрігерлердің айтқандарын тыңдасаң, белсіз еркектер тым көбейіп бара жатыр. Ол жаңағы өзің айтқанда интернеттен порноларды көп көріп, содан ғана кайф алып, әйеліне зауқы соқпайтын ауруға душар болғандар. Не болмаса, басқа да бір причина бар дегендей. Қаралсын, әлі жасы 40-та емес пе? Бүкіл өмірі алда ғой деп әйелім Айшаға ақыл кеңес беріп жатыр. Ағай қалай, қуатты ма? Төсекте жиі боласыздар ма? Бұл Айшаның менің әйеліме қойған сұрағы еді. Менің әйелім болса, ағаң 50-ден асса да жаман емес. Кей түндері бір емес бірнеше рет мазалайды. Кейде аптасына 2, я болмаса 3 рет болып тұрамыз. Соның өзі біз секілді 50-ге келгендер үшін жеткілікті. Бұл менің әйелімнің айтқаны. Риза болып қалдым. Білмеймін қашанғы бұлай жүрерімді. Түрім бар, фигурам бар. Қызығып жүрген еркектер де жеткілікті. Кейбірі ойнап болса да оңашада мықынымды шымшып, бөксемді сипап қалады. Сондайда өзімді әрең ұстап қаламын. Жомарттың белсіздігі
түбі менің оның көзіне шөп салуыма алып келетін сияқты. Ең бастысы, мен әйелмін. Еркектің құшағын аңсаймын. Құмарым қанып, балқып, төсекте жатқым келеді. Ал күйеуімнің түрі анау. Белі жұмыс істемейді. Онымен қоймай, порно көріп шетелдің жәләптеріне қызығып отырады. Білмеймін не істерімді деп, Айша тағы да жылады. Олардың әңгімелерін тыңдап жата берген маған ыңғайсыз секілді көрінді. Өтірік жөткірініп балконға шықтым. Ас үйдегі екі әйелдің әңгімесін одан ары тыңдағым келмеді. Жасы 40-қа келмей белсіздікке ұшыраған Жомартты аяп кеттім. Жалғыз Жомарт емес, қазір жастардың көбі сондай екенін білемін. Оған кінәлігім. Әрине, біріншіден қыздардың тым ашық-шашық киінуі. Қыз баланың ашық денесін көре-көре көзі үйреніп, еті өліп кеткен баланың не болмаса еркектің оған деген құмарлығы азаяры хақ. Екіншіден, кінәлі ғаламтор. Ғаламтар толы арсыздық, ұятсыздық, азғындық, эротика, порно. Сол порноларды көріп өскен бала тек содан ғана кайф алып, қызбен немесе әйелімен жатқанда еш әсерсіз, қабілетсіз болып қалары анық. Бұл ащы ақиқат. Ал жігітінен, не күйеуінен рахат ала алмаған әйел амалсыз жүріске салынады. Күйеуінің көзіне шөп салады. Әне, көрші Жомарттың әйелі Айша да амалсыздан бүгін болмаса ертең оның көзіне шөп салары белгілі емес пе? Өзінің айтып отырған сөздерінен түйгенім осы. Ал сіздердің ойларыңыз қандай?